Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай керемет балды торт әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге 1 кесе шекер және бар жоғы 2 жұмыртқа қажет. Бұларды біз баяу отқа қойып, жақсылап араластырамыз венчиктің көмегімен. Одан кейін 2 ас қасық бал салатын боламыз. Балды салып болғаннан кейін барлығын тағы да араластырамыз. Біздің отымыз баяу болып тұруы қажет. Неге араластырып болғаннан кейін бөлме температурасында тұрған майды салатын боламыз. Майды да осылай араластырып, оған 2 шай қасықтың көлеміндей пищевой сода салып, тағы да араластырамыз. Одан кейін барып оның үстіне електен өткізіп, ұн қосамыз. Ұнды жайлап венчиктің көмегімен араластырып отырып, аз-аздан қосамыз. Бірден көп қосып жібермеңіздер, өйткені тәтті болғандықтан біздің қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан аз-аздан осылай салып тұратын боламыз. Кішкене қоюланғаннан кейін осылай баяу оттан алып, біз қолдан илеп аламыз. Қолға жабыспайтындай болып иленуі керек. Қамырымызды жұмсақтау етіп, бірақ қолға жабыспайтындай болуы қажет. Мінекей осылай илеп, пищевой пленкаға салып, холодильникке бір 30 минутқа қойып қойсақ болады. 30 минуттан кейін дайын қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Мен қамырды 7 бөлікке бөлдім. Осылайша әркім енді біреулер 8-ге, біреулер 6 бөлікке бөліп жатады. Мен 7 бөлікке бөлдім. Осылайша бөлінген бөліктерді күлшелеп дайындап қоямыз, жаюға оңай болатындай етіп. Содан кейін бірінші күлшемізді жайып, қызып тұрған пешке пісіріп алатын боламыз. Бұл жерде ескеретін жағдай, бұл корждар өте тез піседі, сондықтан да ұзақ уақытқа қалдырып қоймаңыздар. Жиі тез қарап көріп тұрмасаңыздар күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан біріншісін салып болғаннан кейін келесі күлшелерімізді жайып дайындай береміз. Мінекей бізде бірінші корж дайын болды. Осылай пергамент қағазының бетіне салып пісіріп алдым. Мұқият абайлап алып аламыз. Басқа корждардың барлығы пісіп дайын болам дегенше осылай 1 кесе құмшекер мен қаймақ екеуін шекері ерігенше араластырып, ортасына креміне дайындап алатын боламыз. Жақсылап араластыру қажет, яғни шекер барынша еру керек. Мінекей менің корждарымның барлығы пісіп дайын болды. Енді бұлардың формасын бірдей ету үшін осылай бір ыдыс тарелканы, болмаса басқа да ыдысты алып, осылай әдемі етіп домалақ пішінге салып аламыз. Ал оның шет-шетіндегі артылған бөліктерін кейін үгітіп бетіне себетін боламыз. Мінекей осылай корждардың барлығын мен осылай бірдей қалыпқа келтіріп дайындап алдым. Енді дайындап алған корждардың арасына осылай кремдерді толық бетін жабатындай етіп жағып, барлық қабаттарды бір-біріне беттестіріп осылай арасына крем жағатын боламын. Міне енді жаңағы біздің шетінде артылған бөліктерді осылай үгітіп дайындап алып, бетіне сеуіп шығамын. Барлығын мұқият әдемелеп сеуіп болғаннан кейін. Мінекей бізде осындай керемет, биік, дәмі өте керемет, жұмсақ балды торт шықты.